Интернетті ашып қалсаң, кәрістер осы эноки саңырауқұлақтарын күтірлетіп жеп, адамды қызықтырып жатады ғой. Енді өте дәмді екен, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бағасы да қымбат емес, 500-600 теңге тұрады. Мен осы екеуін алдым. Жақсылап жуып аласыздар саңырауқұлақты. Астыңғы бөлігін кесіп тастайсыздар да, қалған бөліктерін осылай ашып дайындап қоямыз. Табамызға кішкене сұйық май құямыз да, екі бетін кішкене сарқайғанға дейін қуырып аламыз. Екі бетін аунатып, барлық саңырауқұлақты осылай қуырып алдым. Одан кейін соусын жасайтын боламыз. Бізге соусына 2 ас қасық қант, 2 ас қасық соевый соусы және де 2 ас қасық кетчупты саламыз да, 1 шай қасық тұзды салып, 1 стакан су құйып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң біздің соусымыз дайын болды. Енді табамызға 1 сарымсақ немесе 2 тіше сарымсақты ұсақтап туралап кішкене қуырып аламыз да, үстінен соусты құямыз. Жаңағы қуырып алған саңырауқұлақтар барлығын орналастырып шығамыз. Бұрқылдатып қайнап шыққаннан кейін астын баяулатып қақпағын жауып 5-7 минутқа қайнатасыздар. Міне осымен өте дәмді эноки саңырауқұлақтары дайын болды. Сіздерге ұнайтын сөзсіз күтірлетіп тұрып рахаттанып жеп аласыздар. Парақшам пайдалы, парақшаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал баршаңызға ас болсын.